рахмет творческий бергенің үшін. Так, все, болды, менде енді творческий бар. Ал енді маған өзіме студия жасау керек. Компьютер анау мынау барлығы тұратын жерде. Так, айтса мына жерге енді ноутбугым сият, ноутбук, бірақ ноутбукпен жұмыс істеу ыңғайсыз болады да, сондықтан да маған үйдің астына бір студия жасауым керек. Так, бүйтейік, астын қазайық осынан. Астындағы так осынан. Осындай бір метр жетеді деген ойдан. Ал енді осынан қазайық. Так, байнан 1, 2, 3, так, 3 болса, так, 4, 5 жете ме екен? Так, жоқ, 5 жетпейді. 6, 7, 8, 9 и 10. Все, 10. 10-ы да өте әдемі, 10 ыңғайлы, бәрі кең болады. Так, все, мінекей. Точно 10 басан алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барлығы 10. Ал енді мына жақты санау керек. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, болды. 10 болды. Енді қалғандарында 10 қып істеймін. Екі жақтықында істеп қойдым. Ал енді осайынан қазып шығу керек. Ортасын тазалап шығу керек. Ортасы қазір енді неге толып тұр, аталайды жерге толып тұр. Сондықтан да осының барлығын осайынан тазалап тастайын. Так, все, осайынан барлығын тазалап тастаймыз. Сосын осы жерге кең бір әдемі студияны жасаймыз. Мына жер негізінде өте дөу кетті, бірақ өте дөу болған өзі маған негізінде жақсы. Өйткені мына жерде мен кухняны да жасай аламын, жатын бөлмемді де жасай аламын. Сөйтіп істеуге болады. Ал үстіде білмеймін енді не істейтінді. Үсті өзгертпейтін сияқтың кузницаның ішін өтеп тұра беретін сияқты кузницаның іші. Так, наяқтың барлығын осайынан тазалап тастайық. Кішкене қалды. Так, ема менде что-то Майнкрафт деген қатып жатыр. Қатып жатқан маған өзіме де, сіздерге де ұнамай жатқан секілді. Айтпақшыдай, ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Олжас. Достар, біз бүгінгі видеода өзіме кузницаның астына студия жасайын деп жатырмын. Өзімнің компьютерім бар, барлығы бар. Короче, бүкілін жасайын деп тұрмын, осы жерге кең қылып. Сондықтан да арнаға жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді мен өзімнің видеомда ары қарай жалғастыра беретін боламын. Бүгін енді мерден творческий сатып алып, енді осайынан студия жасап отқан жайым бар. Енді бүгін мерден 64 изумрудқа 2 аптаға ма, 1 айға ма, білмеймін, ұмытқан. Бір айға, по идее мен, жоқ, 1 ай емес, ё-моё, өріміз деген жұмыртқа, ё-моё. 1 стак изумрудқа мен ойлаңыздар, 3 аптаға ма албаған болатын. Жоқ, 3 аптаның өзі 1 ай екен ғой, сол 3 аптаға 1 айға осындай бір албаған болатынмын. Творческий. Мінекей, мені тазалап болдық. Ал енді бұның мен қай жерден келгенмін өзі, ё-моё, ұмытып қалдым ғой. Так, мына жақтан келдім ба, ё-моё, тесігі қайда? Тесік кәне, ё-моё. Міне мына жақта дейме. Осы жерде екен. Осынан жақтан 2 блоктан қазсам, болады екен. Осынан 2 блоктан қазайық. Енді айтсам басымыз тиіп қалды деген сияқты ғой. Енді осынан потолокта кеңдеу болатын. Осынан қазып мына жерлерді барлығы дұрыс бірдей болып келе жатыр. Осынан барлығын қазып тастау керек. Ал енді осынан қазір осы жерге әдемілеп тұрып студия жасайтын боламыз. Айтпесем өзімнің кузницаның ішіне компьютерім сыймай жүр. Ал ноутбук жұмыс істегенге, видео түсіргенге ыңғайсыз болып жатыр. Сондықтан да осы жерге ноутты да, компьютерді де барлығын қоятын боламыз. Маған компьютер видео түсіру үшін, ойын ойнап видео түсіру үшін. Так, ё-моё, мына жақтан не? Мына жақтан ойынның алгоритмі ба? Ё-моё, мына алгоритмға түсіп қаттым. Ойын жарайды. Бүйтіп жаба саламыз, ештеңе өтпейді. Осымен жаба
әдемі болды. Мына жақта светті қойып қояйық, свет жанып тұрсын әдемі болып. Енді осыны 2 блоктан ғана қаза беретін боламыз. 3 блоктан қазатын болсақ, жердің ары бетіне кетіп қалайын деп тұрмын ғой, мен жердің бетіне шығып кететін сияқтымын ғой. Так, ал енді мен қазір мынаны барлығын осыны 2 блоктан қазықтап шығайын. Сосын видеоны әрмен қарай тағы да жалғастыратын боламын. Ойындамыздар, видео бітіп қалмайды. Видео әрмен қарай жалғасады. Ал сіздер оған дейін лайктанды басып үлгеріңдер. Сосын маған әлі де 1 блок қазуға болады екен. Осыны 1 блокта қазып тастайын мен, өйткені одан сайын кең болып тұру үшін 1 блок қаза берсем болады екен. Уже бізде тас жол болып кетеді екен. Оны уже мына жақта мен үйімнің асты көрініп жатыр. Кәдімгі үйдің асты көрініп қалды ғой. Бірақ та қазір ойнамаңдар. Бұл жерде мен қазір бір блоктармен жабатын боламын. Мен мына жақта жарайды. Онда бұл жерде біз бүйтіп істеп тастайтын боламыз. Осынан жермен жоқ көзе салайын бұл жерде. Ештеңе етпейді деген ойдан негізінде былай қарап тұрсақ, ешкім байқамай қалады. Пустой дегенде кәдімгі жерде ойрақ бола салады. Болды, бітті, басқа ештеңе де ойламайды. Болды, мен негізінде бұны ремердің рұқсатын істеп жатырмын. Енді өзімнің үйім ғой, өзім енді өз рұқсатымен істеуге болады. Өзім рұқсатын сіз-ақ істеуге болады маған. Так, ал енді осы жерлерді тез қазып тастайық. Мен барлығын қазып тастайын, сосын видеоны қайта жалғастырайын. Потолокты толықтай қазып болған болатын. Ал енді мен қазір потолокты осындай бір таспен жабам деп отырмын. Осы негізінде әдемі көрінеді. Осы маған ұнайды. Потолокқа қойған менде жақсы. Сосын кейін қалай айтсам болады, жаңбыр жауған кезде су тамшылап тұрмайтын болады. Сондықтан да осы таспен істейтін боламыз. Ешқандай жаңбырдан қиыншылық көрмейтін боламыз кейін жаңбыр жауған кезде. Сондықтан да осыны қойған негізінде маған өте дұрыс деген ойдамын. Ал достар, сіздер құрып отырғанша арнатырге лайк басуды ұмытпаңыздар. 400 подписчикке өте аз қалды. Алдыңғы видеода выживание видеоға сіздер 200-ден астам просмотр жинап тастапсыздар, және 20-дан астам лайк жинап тастапсыздар. Сіздер өте қатты рахмет. Көптеген адамдар тіркеліп жатыр. Сіздерге көп рахмет достар. Осылайынан қарқынды дамый беретін болсақ, біз 1000 подписчикке, 10 000 және 100 000 және миллион подписчикке смело жететін боламыз сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Достар, міндеттен барлығын біткен болатын. Ал енді қабырғаны қандай блокпен істесем болады екен деп ойланып жатырмын. Достар, мен қабырғаны осындай хромакей түсті ломовой бетонмен істейін жатырмын. Яғни жасыл түспен. Өйткені жасыл түспен істегеннің бір пайдасы біз маған хромакей алып кереміз. Өйткені бізде барлық жер жасыл болғандықтан мен хромакей ретінде осыны қабырғаны пайдалана беретін боламын. Ертең видеомен түсіргенде, веб-камерамен түсірген кезде хромакей қойып керек емес артымызға. Осы дуалдағы хромакейді істей беретін боламыз. Так, біз ана жақта гравилер түсіп жатыр екен, осыны ағашты қойып шығайық. Мына жақта толы сияқты ғой. Қай жақ өзіне? Бұлайнан бітеп тастай салайық. Енді осыйнан ағаш бітеп тастай салайын. Так, все болды. Енді армия қарай мынандай қиындық жоқ шығар. Так, жоқ деген ойдам енді, ары қарай ешқандай қиыншылықтар. Так, все болды. По идее болды. Мінекей енді армия қарай блоктарды алып тастау керек. Так, көрдіңіздер, мен бұлайнан астына қарай түсейін. Все болды. Осыны енді барлығын өстіп алып тастауымыз керек. Сосын мына блокпен барлығын қойып шығатын боламыз. Қабырғаға пайдаланатын боламыз. Қайта ертең хромакей алып керек емес, осыны қиып тастай саламыз. Ертең артқа фонды қию керек болған кезде осыны қабырғаның арқасында қиып тастай саламыз. Осыны хромакейден алып тастай саламыз зеленый фонды. Сосын бізде артқы фон өте әдемі болып тұрады. Ештеңе көрінбейді, үйдің ішінде ешкім жүрген көрінбейді, тек өзім ғана көрініп отыратын боламын. Бұны енді өздеріңіз білетіңіздер деген ойдамын. Нұрлан Ғаламнан
нұрлан қалам, айшуақ деген барлығы хромакей қолданады. Сондай кезде хромакей өте қатты керек болып қалады. Сондықтан да мен осыны істегім келіп тұр. Өзіме де ұнайды. Жасыл түс, жасыл түс өзіме де ұнайды достар, бір жағынан. Қазір мен барлығын істеп тастайын. Ал сіздер құротқанша лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздер үшін күнделікті видео түсіріп жатырмын. Күнделікті қызықты сапалы видеолар түсіріп жатырмын. Ал сіздер оның біреуін көріп тағанша көрмейсіздер, бірақ лайк баспайсыздар, тіркелмейсіздер. Сондықтан да арнаға тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Көрмей жатып лайк басқандар красавчик достар. Егер осы жерге көрген болсаңыздар, комментарияға не деп жазып кетсеңіздер болады, агент 01 деп жазып кетсеңіздер, сонда мен сіздердің видеоны осы жерге дейін көргендеріңізді біле аламын. Агент 01 деп жазсаңыздар. Так, мінекей достар, мен барлығын болған болатын. Ал енді осылайынан жасыл түстерді осылайынан қойып шығайын. Қазір барлығын реттеп әдемі қылып қойып шығатын боламын. Ең алдымен осылайынан төбесін қойып алған дұрыс болады, оңайлырақ болады. Сондықтан да осылайынан қойып шығамыз. Так, мына жақта емананы былайынан бұл жерді былайынан істей салайық. Бұл ешқандай қиындық тудырмайды. Так, мына жақта су ағып жатыр екен. Бұл су енді тастан өтіп кетпейді деген ойдамын. Сондықтан да осылайынан барлығын жауып тастайтын боламыз. Керемет қылып. Міне қараңдар, жасыл түс негізінде әдемі көрініп тұр мағанша, жалпы айтқанда. Так, осылайынан қойсақ, мына жақтан бір болып ұмытып кетіппін. Мына жақтан осылайынан светтерді қойып шығайын. Светтер жетпей жатыр что-то. Ал енді осылайынан барлығын қойып шығатын боламыз. Қазір мен барлығын қойып шығайын. Сосын барып видеоны қайтадан жалғастыратын боламын. Қабырғаны толықтай бітірген болатынмын. Ал енді мына жерде полды істеп тастауымыз керек. Бірақ та полды істеместен бұрын мен қазір мына жақта үйімізге жарық қондыру керек екен болса, қазір мен полдың барлығын алып тастайтын болсам, онда бізде ешқандай жарық болмай қалатын болады. Сондықтан да мен қазір мына жерде осындай бір морской фонарь дегенді алатын боламын. Осы жерлерге өйстіп әрбір жерге бір-біреуден қойып шығатын боламыз. Бір-біреудің қойғанның өзінде осы жететін болады бізге. Так, мына жерге былайынан, мына жерге былайынан қойып шығайық, өте әдемі болады. Мінекей болды. Енді бізде свет бар, уайым қайғы жоқ. Енді мына полный сындырып тастауымыз керек. Мінекей қазір осындай факелдер түсіп қалады. Сол кезде бізде ешқандай жарық болмай қалатын болады. Сондықтан да осыдан морской фонарь дегенді қойған болатынмын. Бұл деген біреуінің өзі өте көп, өте теу мөлшерде жарық беретін болады. Осының негізінде маған өте қатты ұнайды. Кәдімгі фонарлардан қарағанда өте мықты. Сары фонарь бар емес, содан қарағанда өте мықты. Сондықтан да осыны пайдалануға кеңес беремін сіздерге, егер де осындай студия салғыларыңыз келсе. Так, бірақ та осындай менің идеяларын полный алмаңыздар. Енді идея ұрлау негізінде өте жаман. Сол идеяны шығарған, видеоны түсірген адам мындай көңіл күй түсіп қалам, сондай болады. Біртүрлі болады, менде де сондай болады. Егер де мен біреу идеямды алатын болса, рұқсатсыз алатын болса да сол кезде мен өзімді біртүрлі санап қаламын. Сол кезде білмеймін неге біртүрлі болатынымды. Әйтеуір сіздерге ескертетінім, біреудің идеясын алар кезде рұқсат сұраңыздар, болды. Егер рұқсат берсе түсіре беріңіздер, ал егер рұқсат бермесе өздеріңіз бір идея табу керексіздер. Сонда ғана ешкімге ренжімейтін болады, ешкімге жау болмайтын болады. Иә достар, осылай Олжас братан айтты деп жүріңдер. Мінекей достар, мен полды барлығын болған болатын, қабырғаны да болды. Мінекей осындай анандай бұрышқа қойған екен, оның астыңғы бұрышына осындай свет қойған болатын. Мінекей әр бұрышқа түсіретін болдым. Мына жерге де қойып шығу керек. Негізінде қазір бағанын алайық, осы жерге біреуін қояйық, мына жерге біреуін қояйық. Так, мына жерге былайынан қоймаймыз негізінде. Мына жақта бізде баспалдақ тұрады. Қазір мен баспалдақ алып осы жерге қойғайын. Все, мінекей осыны аламыз. Так, хоппана, все болды, мінекей керемет. Енді осы жерге бір люк қойымыз керек. Осындай бір люк салып қоя салайын. Мінекей все болды. Енді қараңдар, ұйқыдан тұрдың, жуындың, тамағыңды іштің, енді сосын студияға барасың.
осы жерден видео түсіресің, одан кейін оны қайтадан шығып далаға барып өз тірліктеріңді істей бересің. Короче, болды, бітті ғой. Не керек басқа, ананың астына кухня барлығын тығып жіберетін боламын. Так, все болды. Айтпақшы достар, алдыңғы видеода кім көрді, мені қинады деген видеода осындай бір Bugatti алған болатын, бәрібір маған сыйлыққа берген болатын. Өте керемет Bugatti. Ал достар, осы видео аяқталды. Сіздермен бірге болған Олжас. Қоштасып отырмын.